Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Мәжілісте өткен жиын барысында Екатерина Смышляеваның депутаттық сауалынан кейін әріптестері оған ду қол шапалақ ұрды. Сонымен Екатерина ханым былай деген еді: неліктен ешқайсымыз мына сұрақты қоймаймыз? Апат кезінде адам өмірі экономикаға қаншалықты әсер етеді? Бұл жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімнің 70%. Егер біз тіркелген барлық өлімді көбейтсек, жылына 1 триллион теңге шығынды есептеп шығарамыз. Біздің экономикамыз адамынан, олардың жарақат алғанынан көп жоғалтады. Бүгін бұл сұрақты ешкім қоймады. Бәрі де арка қанша тұрады? Автоматтандырылған өлшеу доғасы деген сұрақ қойды. Мұндай шығынның жанында арка деген іс жүзінде су тегін дейді Екатерина ханым. Мәжілістің бірінші оқылымында көлік құралдарының жекелеген түрлерінің қозғалысын ұйымдастыру және жол қауіпсіздігін цифрландыру мәселелері жөніндегі заң жобасы қараған. Сұрақ-жауап сессиясы барысында Смышляева спикер Ерлан Қошановтан бірнеше сөз айтуға мүмкіндік беруін өтінген еді. Осы сөздерінен кейін отырыстың кейбір қатысушылары Смышляеваны қолдап, қол шапалақтай бастады. Мәжілісте бүгін Ішкі істер министрлігінің өкілдері мен депутаттар мас күйінде көлік жүргізетіндерді жүргізуші куәлігінен айыру мәселесін талқылады. Кейбір мәжілісмендер, егер оның кінәсінен ешкім зардап шекпесе, жүргізушіні құқығынан айырмау керектігін айтысқан еді.